Саламатсыздар оқушылар, бүгін индустриалды пейзаж, қалай пейзажы және сызықтық перспектива жайлы мәлімет беретін боламын. Қалай пейзажы, сәулеттік пейзаж, суреттің басты тақырыбы қала көшелері мен ғимараттары болатын бейнелеу өнерінің жанры. Қалай мен индустриалды пейзаж композициялары құру барысында сызықтық перспектива негізгі ережелері, барлық параллель сызықтар бір нүктеде тоғысады. Индустриалдық пейзаж, суретші зауыттар мен фабрикаларды, бөгеттер мен электр бекеттерін, вокзалдар мен көпірлерін, айшықтық құрылымдарын, теміржол тораптарын салған жасампаз адамның рөлі мен маңызын көрсетуге тырысады. Перспектива, жазықтық бетінде кеңістік тереңдігін бейнелейтін тәсіл. Перспективаның екі түрі бар, әуе перспективасы және сызықтық перспектива. Әуе перспективасы пейзаж жанрында үнемі кездеседі. Бұнда үш план орын алады. Алдыңғы план. Заттар көлемі үлкейіп, түстері қанық болады. Ортаңғы план. Заттардың көлемі біртіндеп кішірейіп, түсі бәсеңдей түседі. Артқы план. Көрініс мұнарланып, түстері тұтасып көрінеді. Пейзаж. Табиғат бейнесін бейнелейтін жанр. Оның 5 түрі бар. Қала, ауыл, сәулет, теңіз, индустриалды. Сызықтық перспектива. Көрушіден алыстаған сайын заттардың бөлшектерінің және сызықтардың ара қашықтықтарын кішірейіп көріну құбылысы. Тапсырма. Сызықтық перспектива бойынша сызу затты алыстатып және жақындатып сызамыз. Сабақ ұнады ма? Өз пікірлеріңізді стикерге жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.